Қайырлы күн, бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ сүзбелі бөлке, яғни ватрушки с творогом дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, аштықымызды, құмшекерімізді, бөлме температурасында еріген сары майымызды, және де 2 дана жұмыртқамызды, ас қасықтың ұшымен тұзымызды салып, шамамен 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Толық өлшемдерін описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан көре аласыздар. Електен өткізілген ұнымызды аздап бөліп салып, бір келкі қамыр шыққанға дейін жақсылап илейміз. Ұнымызды толық салып болғаннан соң, сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйғаннан соң, біздің қамырды илеу процесіміз жеңілдей түседі. Ыдысымыздың шетінде қолдарыңызда қалған қамырларыңызды кішкене ұн сеуіп жіберіп, осылай тазалап тастасаңыздар болады. Одан соң бетін жауып, жылы жерге 35-40 минутқа демалдыруға қоямыз. Осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Дайын болған қамырымызды алып, енді әрі қарай булочкаларымызды пісіруге кірісейік. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды салып, осылай ұнмен арғы бергі беттерін аунатып, осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Бір бөлігін алып қойдым шетке. Үйіңізде аз адам болатын болса, осы бір бөлігімен істесеңізде жетіп артылады. Осылай видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп қайырып, 8 бөлікке теңдей бөліп, осылай ұнға малып алып, осылай шариктер, дөңгелектер жасап шығамыз барлығынан. Егер сіз кішкентайға пісіргіңіз келсе, дәл осыны 2 бөлікке бөлесіз, яғни 16 штук шығарасыз. Сонымен бетін жауып, осылай 15-20 минутқа демалдырып, ыдысымызға салып аламыз. Салмасын салу ыңғайлы болу үшін, осылай видеода көрсетілгендей істеп шығасыздар. Енді салмасына кірісейік. Бір жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп алып, ақ уызына осылай творогымызды салып, және үстінен 3 ас қасық құмшекерімізді саламыз. Одан соң 2 ас қасық сметана, яғни қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызды бөлкелеріміздің ортасына салып шығамыз. Үстін жұмыртқаның сары уызымен осылай әдемілеп, барлық шетіне жағып шығып, 180-200 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Пісіру барысында қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Сіздерде осындай жұмсақ, өте нәзік, тәтті осындай булочкалар дайын болады. Дәл осы рецептпен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіздер. Сіздермен болған жазира ас болсын.